Екеуміз атасының баласы, ұлы дала баласы Төренұр Төрәліні республика сарайына алып келдік. Алматы қаласында пандемия жағдайларынан кейін карантинде біраз жатып қалып, өзімізде осы республика сарайына келмегенімізге бір жылдай уақыт болыпты. Бүгін міне орайын тауып, Құдай қалап өнер қырандарының концертіне келдік. Осы орайда Төренұрға біз республика сарайын таныстырамыз. Ал енді қазір бұл да бір естелік болып қалар. Қазір залда ешқандай көрермен жоқ. Қазіргі жағдайға байланысты мынау тұрған есік сахнаға. Бұл жерде сыйлы қонақтар келетін, мәдениет қайраткерлері кіретін есіктен кірдік. Енді жігіттердің рұқсатымен қазір мына есікте ары қарай сахнаның арты, республика сарайының сахнасы киелі сахна. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсысыз ба? Бүгін Төренұрды республика сарайына алғаш алып келдік. Әкеліп таныстырып жатырмыз. Өздеріңізде жігіт болсын, иншалла. Беймарал. Кірейін? Мына жерде көр. Анау ең бірінші тұрған біздің Алихан атамыздың марқұм кластасы Роза Бағланова. Даде. Ал өзіміз не қалғаннан кейін ба? Өзіміз үйге қайтқымыз келмейді. Негізі десең де. Бірақ енді үйге қайту керек. Үйдегі кісілер күтіп отыр. Оның үстіне толқын жасаған бүгін тамақ бар еді. Соны енді иншалла жақсылап тұрып, бүкіт тұрып жейміз. Үйге дейін жалғастырайық, иә? Сен күн. Жүріңіздер үйге. Мамасын күтіп алайық. Папаң қонасты. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Папа! Эй, жаным, қалайсыңдар? Күк-күк. Ал, үйге қош келдіңіздер.